Ассаламуалейкум, құрметті көрермен. Бүгінгі видео малдармен қоса адам денсаулығына байланысты болмақ. Егер ұрпақсыз қалғыңыз келмесе, бұл видеоны соңына дейін көріңіз. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, арнаға жазылып, көптеген құнды ақпараттарымыз бен рецептерімізді алдын алу жолды өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Бұл қауіпті індет сиырларда болатын бруцеллез. Бұл адам мен малға ортақ жұғатын созылмалы індет. Негізінде жыныстық көбею жүйелерін зақымдайды. Басты ерекшелігі сиыр іш тастайды, ішті болмайды. Бұқаның ені қабынады және ұрықсыз болады. Сондықтан бұл жұғымды іш тастау деп те аталады. Бұл індет адам мен хайуанды ауыр дәрежеде зақымдайды. Індет қоздырғышы сиыр бруцеллез таяқша бактериясы, қой шошқа бруцеллез таяқша бактериясы да жұғымдағыш келеді. Бруцеллез таяқша бактериясының қарсылық қуаты біршама күшті. Топырақ, су, тері, жүндерде біршама ұзақ уақыт жасайды. Бұл індеттің малдан адамға жұғу жолы тікелей жанасудан, мысалы қолыңызда жарақат болып, малмен тікелей жанассаңыз, қаны немесе сілекейі жұқса. Малдан шыққан өнімді шикідей пайдалану, мысалы ет өнімін, сүт өнімін шикідей пайдаланудан жұғады. Бұл індеттің клиникалық белгісі буаз сиырлардың іштіліктің соңғы мезгілінде іш тастайды. Іш тастаудан ілгері бошалайды. Іш тастаған соң басым көп сандысында шуы түспеу немесе жатырдың ішкі пердесі қабыну белгілері көріледі. Бұл мөлшермен 2-3 аптада қалпына келеді. Кейбіреу сақайған соңда ұзақ уақыт микроб сақталады да қайталай іш тастауға себепші болады. Кейбіреу ұзаққа дейін сауыға алмай, артынан бедеулікке шалдығады. Аталық малдың ені мен қосалқы ені қабынып, ұрықтандыру қуатынан айырылады. Кейбіреу буын қабыну, кілегей қалта қабыну, лимфа түйіні қабыну, іріңді ісу індетіне шалдығады. Ал енді алдын алу емдеу шарасына келсек. Індетке шалдыққан аталықты емдеу құн көтермейді. Енелік сиыр іш тастаған соң жатырдың ішкі пердесі қабынып шу түспесе, туыт ауруы шу түспеу індетін емдеу әдісінен пайдаланса болады. Алдын алу шаралары. Саумал мен ауру малды араластырмау керек. Ауырған малға бруцеллез таяқша бактериясының вакцинасын ектіру керек. Мал өнімін шикідей пайдаланбау керек. Қораны уағында дезинфекциялап, малдан шыққан шуды немесе сұйықтықтарды терең көміп, дезинфекция жағына қатаң мән беру керек. Бруцеллез таяқша бактериясы ыстыққа төзімсіз, 70 цельсиястан асқан ыстықта дереу өледі. Сонымен қатар, үнемі істетілетін қойлықтағы дезинфекциялық дәрілермен бірнеше минутта жоюға болады. Құрметті көрермен, бұдан кейін де көптеген құнды ақпараттармен бөлісетін боламын. Видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылып, құнды ақпараттарды өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.